үй ішілік желілерді шұғыл түрде бақылауға алу керек. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде әр жылы тозығы жеткен желілерді ауыстыру жоспары бекітіледі. Қазіргі таңда қаладағы жалпы су құбыры желісінің 46%-ын алмастыру қажет, яғни 1000-нан астам үйлердің желілері жарамсыз күйде. Осы мәселе бойынша біз аудан әкімдіктерімен жұмыс жасап, бірнеше жерлерге хабарлама беріп жатырмыз. Қазір тұрғындардың өздерімен де жұмыс жасап жатырмыз, бірақ біздің қазіргі белгіленген мынау ОСИ дейміз ғой, өзін басқару органдары жақсы құрылмаған, тіптен мүлдем жоқ десе болады. Сол себептен ішкі желілерді ауыстыру бойынша жұмыстар тоқтап тұр. Бұл қазіргі қалыпта қала берсе, ертең тозығы жетіп, тұрғын үйлерге су беру қаупі, су беруді тоқтатуға мәжбүр болып, сусыз қалдыру қаупін тудырып отыр. Көп қабатты үйлердің тұрғындары үй ішіндегі желілерді өз есебінен жөндеуі тиіс. Өйткені бұл пәтер иелерінің ортақ меншігі. Алайда көп тұтынушылар үй ішілік желілердегі орын алған ақауға байланысты біздің кәсіпорынға жүгінеді. Кәсіпорын үй ішіндегі жүйені ретке келтіру, жөндеумен айналыспайды. Пәтер иелерінің бірлестіктері және өзін-өзі басқару органдары белсенді жұмыс істемейінше бұл мәселе өзекті бола бермек. Бұл мәселені шешу тек тұрғындардың өзінің күшімен, өйткені олардың ортақ меншіктері болады. Өзін басқару органдарын құрып, олардың жұмысын күшейтіп, біз осы бағытта үлкен жұмыс жасауымыз керек екен, және бұның аудан әкімдіктері аясында бұл жұмыстар жүру керектігі екендігі туралы тағы да хабарлағым келіп отыр. Жақында ғана кәсіпорын басшылығы және жауапты мамандар пайдалану мерзімі 40-50 жылдан асқан еңбекші Әл-Фараби ауданында орналасқан бірнеше үйлердің жағдайын көріп шықты. Олар су желілерінің біраз бөлігін кесіп, құбырлардың жарамсыз бөлігін алмастырды да. Себебі шіріген бөліктерінен тиісті көлемде су өтпей қалған. Нәтижесінде құбыр диаметрі айтарлықтай тарылған, тотыққан бөліктерде қақ жиналып қалған. Мұның бәрі су жинақтау орындарынан жеткізілетін судың сапасына және қысымына әсер етеді. Мұндай тозған құбырлар кез келген уақытта түрлі жағдайларға әкелуі мүмкін. Жуырда кәсіпорынның диспетчерлік қызметіне Тәукехан көшесіндегі 61-ші үйден 8 пәтерлі тұрғын үйдің су құбыры желісінде апат болды деген өтініш келіп түсті. Бұл да тұрғындардың өзінің қарауындағы үй ішілік су құбырының желілері. Оның үстіне құбырларға жақындауға тіпті мүмкіндік жоқ, себебі бұл желілер талапқа сай орналастырылмаған. Ережеге сәйкес бұл құбырлар үй іргетасының астында емес, жертөле арқылы өтуі керек. Мекеме техниктері су беруді тоқтатты және мәселе шешілгенге дейін тұрғындар қиналмас үшін су үй ауласында уақытша ауыз су бағанын жасап берді. Негізінде мұндай мәселелерді аудандық әкімдіктер өзін-өзі басқару органдарымен бірлесіп шешуі тиіс. Мұның бәрі су кодексінде және ұлттық экономика министрлігінің арнайы бұйрығында жазылған. Егер тұрғындар мұндай проблемаларды өздігінен шеше алмаса, су арнасына емес, аудан әкімдігіне хабарласуы керек. Тәукехан көшесі 61-ші үйдегі жағдай өкінішке қарай басқа үйлерде де көп кездеседі. Соңғы уақытта тіпті жиі қайталанатын болған. Аудан әкімдіктері бұл мәселеге бейжай қарамауы керек. Әйтпесе, үй ішілік желілердегі апаттардың салдары мұнан да күрделі болады.